Таза Қазақстан Республикалық ауқымды акциясы аясында экология министрлігі азаматтарға қолайлы болу үшін таза Казбот атты арнайы телеграм чатын іске қосты. Бұнда отандастарымыз түрлі проблемаларды көрсетіп, құзырлы органдарға өз өтімдерін жолдай алады. Мәселені сипаттап, фотосуретін жүктеп, орналасқан мекен-жайын картадан көрсету мүмкіндігі де қарастырылған. Бұл чат-бот осы 5 шілдеде қосылды. Қазіргі таңда 593 өтінім түсіп, оның қазір 142-ісі орындалды. Қалғаны орындалу барысында. Бұл жалпы Таза Қазақстан сервисі әрбір азаматқа тазалық пен тәртіпті сақтауға, белсенді қатысуға мүмкіндік бере отырып, еліміздегі халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған. Жалпы бұл сервис 14 санаттағы сұрақтарды қамтиды. Азаматтар жолдардың, саябақтардың, көшелерді жарықтандырудың, абаттандырудың және қоғамдық орындардың санитарлық жағдайына қатысты көптеген мәселелер туралы хабарлау мүмкіндігіне ие. Ал жолданған арыз шағым орындалғаннан кейін тұрғындар атқарылған жұмыстың сапасын бағалай алады. Күніне бір 20 сұрақ, 20 заявка келеді деп айтсам болады. Әр басқармада, әкімшіліктерде, аудандық әкімшіліктерде осыған адамдар, жауапты адамдар жұмылдырылып, белгіленіп, бәріне осы порталмен логиндер берілді. Бүкіл сұрақтар Айкөмек, бізде Айкөмек жүйесі бар, сол жүйесіне келіп түседі. Бұл жердегі операторлар сұрақтарды бөліп басқармаларға, аудан әкімшіліктерге таратып береді. Бұл сервисте көрсетілген әр мәселені шешуге арналған тиісті уақыт белгіленеді. Мәселен, шашылған қоқысты жинауға 3 күн, ал қақпағы ашық жатқан құдықты жабуға 1 тәулік уақыт беріледі. Жол мәселелері болса 14 күннің ішінде қаралады екен. Жалпы Таза Қазақстан сервисі әрбір азаматқа тазалық пен тәртіпті сақтауға, белсенді қатысуға мүмкіндік бере отырып, халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған игі бастама. Решени Мадияр Қындыбаев және Абдулхамид Бөлікбаев, 24 KZ.